Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңғақ және құлпынай қосылған торт дайындайтын боламыз. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге міне 10 грек жаңғағы майдаланған, 6 жұмыртқа, сұйық май, қопсытқыш және де қант керек болады. Және осындай бізге үлкендеу ыдыс керек болады. Ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Оған 6 жұмыртқамызды шағып саламыз. Сосын қантымызды салып, миксермен ағарып, көтеріліп шыққанша араластыратын боламыз. Міне бізде осылай көтеріліп шықты ағарып, оған сұйық майымызды құямыз. Миксермен тағы да аздап араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз, қопсытқышымызды қосамыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Көп араластырып жібермейміз, массамыз сұйықтанып кетпеу керек. Енді осыған майдаланған жаңғағымызды қосып, араластыратын боламыз. Міне бізде осындай қоюлықтағы бисквиттің қамыры дайын болды. Енді осыны формаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Мен формам 22 диаметрлі, астыны осылай фольга қағазыменен орап алдым. Пештің градусы өте маңызды, 180 градустан асып кетпеу керек. Қатты қызып кетсе, бисквиттеріңіз көтерілмей қалады. Және де бисквитті пісіріп жатқан кезде пештің есігіні ашуға болмайды мүлдем. Тек қана пісіп шыққаннан кейін пешті өшіріп, сосын 10-15 минут пештің ішінде ұстап, сосын барып бисквитімізді аламыз. Міне біздің бисквитіміз осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Кішкене суытып барып, формасына шешетін боламыз. Шеттеріні пышақпенен шешіп аламыз. Сосын сол сетканың үстіне қойып, суығанша күтетін боламыз толықтай. Міне осылай тескерісінен қоямыз. Толықтай суып шыққанша күтеміз. Сосын сырты суығанмен бисквиттің іші толықтай суымай қалуы мүмкін. Сондықтан бисквитімізді бөліктерге бөліп, тағы да біраз уақыт ішіні суытып алатын боламыз. Осылай іштері өте әдемі болып шықты, бір тегіс көтеріліп шықты біздің бисквитіміз. Бөліктерге бөліп, міне осылай 3 бөлікке бөлдім. Осылай жайып қойып, тағы да толықтай суытамыз. Енді біз креміні дайындауға кірісеміз. Творожный сырымыз біздің. Осыған біз қант ұнтағын қосып, миксермен араластыратын боламыз. Міне миксердің көмегімен толықтай қант ұнтағымен араласып кеткенше араластырамыз. Сосын оған сливкимізді құямыз. Сливкиміз міндетті түрде 33%-тен жоғары болуы керек. Оны да көтеріліп шыққанша, қою крем болғанша миксермен араластыратын боламыз. Кремнің қалай шыққаны менде түспей қалыпты. Енді міне бисквитке құятын сиропты дайындаймыз. Жылы үстімізге қантымызды салып араластырып алатын боламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Бисквитке міне осы сиропымыздан құйып, барлық жеріне осылай тегізіп құйып шығамыз. Үстіне крем жағатын боламыз. Арасына міне құлпынайды кішкене бөліктерге бөліп алдым. Арасына осылай салып шығамыз.
Үстіне келесі екінші бисквитімізді қоямыз. Оны да жаңағы сүтімізбен осылай құйып шығатын боламыз. Оған да крем жағып, тағы да құлпынай бөліктерін саламыз. Ең үстінгі бөлігіні бисквитіміздің тескерісінен осылай қоятын боламыз. Оған да сиропты құямыз. Кремді енді барлық жағына жағып шығатын боламыз. Тортымыздың шеттеріне де осылай жағып шығамыз. Шеттеріне қатты олай тегістеп жағудың керегі жоқ, өйткені біз сыртына жаңғақпен әрлейтін боламыз. Міне бізде майдаланған жаңғақ, оны осы тортымыздың шетіне жабыстырып шығатын боламыз осылай. Үстіне аздап құлпынай қойдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша тағы да басқаша әдемілеп әрлесеңіздер болады. Тортымыз өте дәмді болып шығады. Тортымызды 5-6 сағат не болмаса бір түнге мұздатқышқа салып қоюымыз керек, бетіні жауып. Міне тортымыз кескен кезде осылай өте әдемі, тәбетті ашатын болып көрініп тұрады. Осы тортты дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңызға рахмет.